Аузубиллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша арабша Құран хатым оқу. 4-ші пара Әли Имран сүресі. 149-ші аят. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қуылған шайтан кесірінен Аллаға сыйынамын. О иман келтіргендер, егер күпірлік қылғандардың айтқанымен жүретін болсаңдар, сендерді кері кетіріп, діннен шығарады. Нәтижеде дүниеде де ақыретте де зиянға ұшырайсыңдар. Аузубиллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Керісінше сендердің иелерің Алла, ол ең жақсы медеткер. Балиллаху маулакум ва хуа хайрун насирин. Аллах хақында Құдай екендіктері ешбір дәлел түсірмеген нәрселерді, яғни пұттарды оған серік етіп қосқандар үшін күпірлік қылғандардың жүрегіне үрей саламыз. Олардың мәңгілік тұрағы жалын атқан жаһаннам. Күпірлікте қасарысып Аллаға серік қосып, өз-өздеріне қиянат жасаған залымдардың мәңгілік тұрағы қандай жаман. Санулқи фи қулубиллазина كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Алла сендерге берген уәдесін орындады. Оның қалауымен дұшпанды қынадай қырған едіңдер. Алайда жан тәндеріңмен қалаған жеңісті сендерге осылайша көрсеткеннен кейін олжаға қызығып босаңсып қалдыңдар. Хәмде орындарыңнан тапжылмаңдар деген қатаң бұйрық төңірегінде дауласып, ақыры Алла елшісінің бұйрығын орындамадыңдар. Араларында дүниені қалайтындар бар еді, әрі ақыретті қалайтындар да болды. Сондықтан Алла сендерді сынап көру үшін өздерің біраз жерге дейін тықсырып келген жаудан қашуға мәжбүр етті. Соған қарамастан сендерді кешірді. Алла мүміндерге үнемі жақсылық жасаушы, шексіз шарапат иесі. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذَا تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Сонда сендер ешкімге бұрылып қарамастан бас сауғалап қашқан беттеріңде майдан даласынан ұзап кете бардыңдар. Сол кезде Алла елшісі арттарыңнан дауыстап шақырумен болған еді. Міне осынау қилы сәтте уыстарыңнан шығарып алған олжаға және бастарыңа келген ауыртпалықтарға бола қапаланбас үшін Алла сендерді мұң үстіне мұңға батырды. Алла не істеп не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. إذا تصعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Содан кейін ағат кеткен істеріңе өкінген бойда кері қайтып тауды паналаған Алла елшісінің маңайына жиналдыңдар. Алла бастарыңа түсірген мұнша мұң мен ауыртпалықтың артынан бойларыңда билеген қорқынышты сейілтіп, жан тыныштығына бөледі. Сөйтіп араларындағы шынайы мүміндер тобын жеңіл ұйқы басты. Ал енді бір топ мұнафықтар қара басының қамын жеп Алла хақында жахилият дәуіріне тән шындыққа жанаспайтын небір ойлардың шырмауына түсті. Олар бұл қолбасшылық ісінде біздің қандай да бір ықпалымыз бар ма өзі дейді.
оларға бар билік бір Алланың қолында деп айт. Негізінде олар саған ашып айтпайтын нәрселерін іштерінде сақтауда. Сондай-ақ өзара қолбасшылық ісі біздің қолымызда болғанда дәл осы арада қырғынға ұшырамас едік деседі. Оларға тіпті үйлеріңде отырсаңдар да араларыңдағы дәм-тұзы таусылып ажалы жеткендер өлетін жеріне қарай бет алар еді деп айт. Алла көкіректеріңдегі ниет пиғылдарың мен басқа да сезімдеріңді сынап, жүректеріңдегі иманды әр алуан уәсуаса мен күмән атаулыдан арылту үшін бастарыңа осындай ауыртпалық түсірді. Алла құлдарының көкірегіндегі бар сырды біледі. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أخمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Шынтуайтында екі қол Ухудта бетпе-бет келген күні араларыңнан жонын беріп, алды-артына қарамай қашқандардың істеген бірқатар күнәлары себепті шайтан олардың аяғынан шалып сүріндірмек болды. Соған қарамастан Алла оларды есіркеп кешірді. Шүбәсіз Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Халим, қателік жасаған күнәға батқан құлдарын бірден жазаламай тәубелеріне келуі үшін мұрсат беретін өте сабырлы. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. Иман келтіргендер, өздері кәпір болып тұрып, Алла жолында жорыққа шығып немесе соғысып шейіт болған туыстары, руластары немесе отандастары болған бауырлары жайлы, егер олар біздің қасымызда болғанда өлместе еді, жау қолынан қаза таппаста еді деп айтқан кәпірлер сияқты болмаңдар. Алла мұны олардың жүрегін қасірет жайласын деп істеуде, жан бітіріп өмір сыйлайтын да, өмірді қиятын да бір Алла. Алла не істеп, не қойып жүргендеріңді толық көруде. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك خسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
Егер Алла жолында өлтірілсеңдер яки өлсеңдер, біліп қойыңдар, Алланың кеңшілігі мен рахымы олардың кәпірлердің тірі жүріп өмір бойы жиған терген дүниелерінен әлде қайда қайырлы. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Өздерің өлсеңдер де, өлтірілсеңдер де, сөзсіз Алланың алдына жиналасыңдар. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Садақаллахул азим. 158 аяттың соңы.